Еуропалық одақ Қазақстанмен транзит және көлік қатынасын нығайтып, Транскаспий халықаралық көлік маршрутын дамытуға ниетті. Еуропарламентте өткен дөңгелек үстелде қос тарап Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы өзара байланысты нығайту, ортақ дәліздің стратегиялық әлеуетін арттыру мәселелерін талқылады. Бас қосуға Қазақстан мәжілісінің және Еуропарламент депутаттары, қос елдің мемлекеттік құрылымдарының өкілдері мен сарапшылары қатысты. Транскаспий халықаралық көлік бағыты Еуразия көлік жүйесінің стратегиялық бөлігіне айналды. Соңғы 5 жылда орта дәліз арқылы тасымалданатын жүк көлемі 6 есеге артқан. Депутаттардың пайымынша, бұл мүмкіндіктер дәлізі, тұрақтылық көпірі және стратегиялық автономия мен ортақ өркендеудің символы. Орта дәліз ол тек қана техникалық, логистикалық, транспорттық дәліз емес. Ол мына біздің континентімізде, Еуразияда бейбітшілік пен тұрақтылықты, дамуды ілгерілету, қорғау. Сол үшін орта дәліз сол үшін өте маңызды. Орта дәліз пайдасы зор, мүмкіндіктер дәлізі. Дегенмен біз қаржылық ресурстардың қолжетімді болуын қамтамасыз етіп, процесті тиімді ету үшін болжамдылықты арттырып, әкімшілік кедергілерді, бюрократияны азайтуымыз керек. Қазақстан теңізге шығатын жол жоқ мемлекет болғанмен, құрлық арасын осы орта дәліз арқылы жалғап, Транскаспийді дамытуда көшбасшылық танытты дейді Еуропарламент депутаттары. Қазақстанның көлік инфрақұрылымын жаңғыртуға, Каспий теңізіндегі 2 портты дамытуға ауқымды инвестиция салған еуропалық сарапшыларда жоғары бағалап отыр. Орта дәлізді дамытудағы Қазақстанның рөлі өте маңызды. Брюссельде бұл дәлізді дамытуға ең жоғары саяси деңгейде міндеттеме алды. Өткен жылы да, биыл да қаржылық уәделер берілді. Енді Еуропалық одақ өзіне алған міндеттемелерді жылдамырақ жүзеге асырса, сонда екі тараптың жұмысы үйлесімді, тиімді ілгерілейтін еді. Қазақстандық делегация өкілдері Еуроодақ пен өңірлік серіктестерді орта дәліз бойындағы әуе хабтарының, теміржол станциялары мен теңіз порттарының инфрақұрылымын жаңғыртуға белсенді қатысуға шақырды. Басқосуға жиналғандар Қазақстанның белсенді ұстанымы мен халықаралық ынтымақтастықтың кеңеюі, Транскаспий арқылы тауар жеткізудің тұрақтылығын және экономикалық өсімді қамтамасыз ететініне сенімді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.